Елордада ұлттық нақыштағы TikTok House ашылды. Ауқымды жоба еліміздің түкпір-түкпірінен 200 тиктокердің басын біріктірді. Бұл бастаманың негізгі мақсаты қазақтың төл менталитетін ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан салт дәстүрін дәріптеу. Барлығымыз ойымыз бір жерден шығады. Сонымен қатар бұл жерде мысалға мен жиза туралы түсіретін болсам, мысалы балдар мұнда опрос түсіреді біреулер, ал біреулер мысалы грим сурет салады. Сондықтан да біреулер мысалға музыка, өлеңге билейді. Сондықтан да осы әртүрлі бағытта түсіріп жатқан адамдар барлығымыз бірге қосылып, бір-бірімізден опыт жинап жатырмыз. Жоба қатысушылары 10 адамнан тұратын топтарға бөлініп бір-бірімен жарысады. Әр аптаның соңында әлеуметтік желіде ең көп қаралым жинаған жеңімпаздар анықталады. Жүлде қоры 600 мың теңге шамасында. Сонымен қатар TikTok House мүшелері танымал блогерлерден шеберлік сабақтарын алады.